Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен түс шыру каналы. Бүгінгі шығарылым түсімізде түлкі көрсек ненің белгісі деп аталады. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде түлкіден қашып құтыла алмай жүрсеңіз, жақсы хабардың келетіндігін білдіреді. Түсіңізде түлкіні ұрып жатсаңыз, қиыншылықтардан құтылатындығыңызды білдіреді. Түсіңізде таныс бір адамның қасында түлкі тұрған көрсеңіз, ол адамның жаман ойлы екендігін білдіреді. Түсіңізде түлкіні аулап алсаңыз, сізді олжа күтіп тұрғанын білдіреді. Түсіңізде түлкінің сізге шабуыл жасаған көрсеңіз, сізге бір қауіп төніп тұрғандығын білдіреді. Түсіңізде түлкіден қашып жүрсеңіз, достарыңыздың бірі сізді алдап жүргендігін білдіреді. Егер түсіңізде түлкіні өлтірсеңіз, беделді әйелге қол жеткізетіндігіңізді білдіреді. Сондай-ақ түсіңізде түлкіні көрсеңіз, қаржылай қиындықтар болатындығын білдіреді. Түсіңізде үйіңізге түлкінің кіргенін көрсеңіз, жауыңыздың сізге жақын жүргендігін білдіреді. Түсіңізде өліп қалған түлкіні көрсеңіз, ауруыңызға ем табатындығыңызды білдіреді. Достар, егер видеомыз ұнаса, лайк басып комментария жазуға ұмытпаңыз. Сондай-ақ каналға тіркеліп қоңырауды баса кетіңіз. Сау болыңыздар.